Selam dostlar. Sizlerle birlikte ben Nurdoğlu. Bugün sizlerle birlikte Titan'dı men жеңдім. Әрине, шок болып қалдым. Қалай жеңгенімді өзім білмей қалдым. Сіздер қазір қайсысымен жеңгенімді қазір көрсетемін. Мен шок болып қалдым өзім. Қазір видеосын көрсетемін. Мен шынымен де Титанды жеңдім. Бұл мен емес. Мен жеңдім Титандым. Қазір көрсетемін видеосын. Мен жеңдім. Қайсы? Рифтің оружиесімен жеңдім мен. Ё-моё, шок болып қалдым, осымен жеңдім. Қазір көрсетейін сіздерге шынымен де Титанды жеңдім ба, жеңбедім ба. Сіз сенбейсіздер ме? Тоқтаңыздар. Міне достар, выполнено. Қазір көреміз. Мен Титанды жеңдім. Өл Титан. Бүгін ғана жеңдім. Бүгін көп қалды. Кәдімгі қоғамды мен бүгін. Бүгін үйде өтіп. İşte отқаннан кейін ойладым. Сұраңдап міне. Давайте шықшы, пожалуйста. Міне. Жылаватым мен байғыз. Міне тең шықтым. Өзіне айналды қайт. Төбелескен кезде осы деп тұрғанда осындай түрімен болады. Қайтадан төбелескен кезде қайтқан кезде осылай бөлгенін көрдім. Міне кетіп баратыр екен. Стар сол кезде шок болып қалдым кәдімгідей. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Өзім сенбей қалдым. Осылай болғаннан. Осылай мен Титанды жеңіп тастағанмын бүгін. Мен қандай оружиемен жеңгенімді айттым. Қазір мысалы біз бәрінің оружиесін алып қойғанмын. Міне бәрінің оружиесін алып қойғанмын. Так, баларды ойнап көрейін. Рифтің оружиесімен. Баларды ойнап көрейік. Міне осындай тұрады, осындай түрмен тұрады. Қалдым мен. Қараңыз, бірақ жеңгеннен Титанды бір минусын. Тез жанын кете береді. Бірақ өзің қарсыласын тез ұрасың. Бірақ мен анау Титанмен бойға шыққанда түсіреке қолданған жоқпын. Мен өлтіріп қалдым. Өлтіре аламын екен. Осы менен қолдандым мен. Осы оружияның арқасында оттым мен. Осы Рифтің оружиясымен. Так, менің бірақ ученигім жоқ та ештен. Мен қазір көрдім мен. Осындай болдым. Мен сіздер. Шок болып қалдым, реально. Денем тітіркеніп кеттім. Апсал қуаныммен Титанды ұтып едім. Осылай мен едім ашқанды. Келесіде қайттан маны өшіріп, қайттан жұмысқа кетемін. Тағыдан ойнаймын. Асыға күтіңіздер. Сіздермен болған мен Нұрдәулет. Видеоға лайк басып, әрине каналға тіркелді ұмытпаңыз. Сол қасында колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеомды әрқашан бірінші көретін боласыздар. Және комментария жақсы жазып кетіңіздер. Ал енді пока-пока-пока.